Айда Мұхтаровна, күні бойы ораза ұстап жатырмын, басым ауырып, слабость болып жатыр. Оның себебі неде? Әрине ол сіздің организміңіздің алдын ала оразаға дайындамағаныңызда. Егер де біз организмді өте күштілеп тұрып оразаға дайындайтын болсақ, бұндай ауырсынулар болмайды. Бас аурудың, әлсіздіктің бірден бір себебі бұл организмдегі зашлакованность. Яғни организм қоқыстарға толып қалған, бізде уже аштық келіп аутофагия процесі болған кезде детокс фазасының бірінші фазасы қатты күшейеді. Ол кезде біз енді ораза болғандықтан су іше алмаймыз. Поэтому адамдарда осы су балансын дұрыс ұстамағанның себебінен бірінші фазада тұрып қалады. Негізі детокстың 3 фазасы бар ғой. Сол бірінші фаза, екінші фазаға өтуі қиын болады сусыз. Ауыз бет ашқаннан кейін де көпшіліктің қателігі ол суды дұрыс көлемде ішпейді. Сөйтеді біздің екінші фаза, үшінші фазаға өтпеген себептен осы токсиндердің барлығы ушығып, күшейіп, адамдарда дискомфорт сыйлауы мүмкін. Сондықтан біздің ең сақтау керек қағидамыз ол әр жылы ағзамызды бірінші неге дайындау оразаға. Яғни мен берекелі рамадан курсында өткендер өте жақсы біледі, ағза тазалап өткендер өте жақсы біледі, ол кісілердің көбісінде жеңіл өтіп жатыр. Ал одан кейінгі негізгі сақтау керек қағида, каждый қазір ораза ұстап жатқан адам, ол судың мөлшерін ішу керек. 1,5-нан кем емес, күнделікті 1,5-2 литр суды тарауих намазында бітірсе, онда уже бізде күндіз бойы болып жатқан детокстың бірінші фазасы екінші фазаға жеңіл өтеді, және детокс өте жақсы болғандықтан организмде полностью тазаруға мүмкіндік болады. Сондықтан осындай өте қарапайым қағидаларды сақтасақ, біз успешно өткізіп шығамыз оразамызды.